Барлықтарыңызға сәлем, барлықтарыңызға қайырлы кеш дейін ба, не деймін, білмеймін. Достар, тәубеден рахмет, 78 подписчик болды. Мен бір айтқаннан ұққан подписчиктеріме алғыс айтамын. Мен бірден айттым, мен оқып ал, достарыма тез таратыңдар, мен ойлап 69 подписчиктен 78 подписчикқа көтеріліп кетті. Енді 22 подписчик қалды. Пожалуйста, достар, қача 80-ге жеткізейік бізде. Мен айтқан болатынмын 8 наурызға дейін деп. 8 наурызға дейін қача 100-ге жеткізбесек 90-ға жеткізейік. Ары қарай өтеміз. Ары қарай жете аламыздар. Содан соң наурызға 3 күн қалды. Yes. Прям көңіл күйім күшті тұр бүгін менің. Мен қазір кіріп қалсам көрдім. Мен ойлап мән бермедім, басына видео түсірдім. Одан мән бермедім. Содан соң енді қазір қанша бойыма келеді ғой. Қанша подписчик болды екен деп қараймын ғой. Сонда қарасам 78. Достар, рахмет. Мен білем. Және мен қасымдағы 2 қыз подписаться етті. Сол 2 қыздың арқасында көтеріліп кеттік. Және бір адам подписаться етті. Мен білмеймін. Мен Каусар және Жамбике деген 2 қыз подписаться етті. Ол қыздарға айттым, достарыңа таратыңдар деп. Ну, конечно. Мені әшейін простой адамдарды көреді екен. Но енді мен өдеткендей 100 подписчикқа жететін болсақ, білмеймін, 8 наурызға дейін срогын айта алмаймын. Ну, главный жетсек болды. Жетсек, мен видео түсіремін. Кәдімгідей былай. Всем привет! Бүгін мен мынандай нәрселер. Мысалға, что ем за день деген сияқты ғой, иә? Мысалы мен бүгін таңертең анау жерін деген сияқты өз жеген затын түсіріп отырамын да. Соғындықтан достар, мен 100 подписчикқа жеткіземіз. 100 подписчикқа жеткізгенде тағы да бір нәрсе ойлап тұрамын. Сосын оны осы алдағы видеоларда айтатын боламыз. Пока.